Сіз жаңадан бастап жүрген кәсіпкерсіз және қызметіңіздің бағытын анықтап алдыңыз. Сұрақ: бизнесті неден бастау керек? Маркетологтардың айтуынша, нарықты зерттеуден бастау қажет. Дәлірек айтқанда, екі негізгі затты зерттеу керек: мақсатты аудитория мен бәсекелестер. Сіз маркетингтік зерттеу күрделі және қымбатқа түседі, мамандардың көмегінсіз жасау мүмкін емес деп ойлайсыз ба? Мүлдем олай емес. Нарықты зерттеу және клиентке не қажет екенін түсіну ерекше уақыт пен қаражат шығынсыз-ақ өз бетінше жүзеге асырылады. Егер сіздің өз өніміңіз немесе қызметіңіз туралы нақты түсінігіңіз болмаса және сіз тек қызмет бағытын анықтаған болсаңыз, нақты бәсекелестерден зерттеуді бастаңыз. Осылайша сіз нарықтағы қандай тауашалар сұранысқа ие екенін, бәсекелестердің әлді жақтары қандай екенін, әлсіз жақтары болса оларды қалай пайдалана алатыныңызды ойластыра аласыз. Мысалы, сіз нан тоқаш өнімдерін пісіріп сатумен айналысқыңыз келеді. Сіздің аймағыңыздағы бәсекелестерді зерттегеннен кейін олар негізінен қарапайым әлеуметтік нан өндіретінін, тоқаштарды басқа қалалардан жеткізетінін білдіңіз. Тиісінше олар дүкендерге ескірген күйде және қымбат бағамен жеткізіледі, бірақ сұраныс бар. Сондықтан сіздің нарықтағы тауашаңыз күнделікті жаңа піскен және дәмді кондитерлік өнімдер болуы мүмкін. Сіз өз қалауыңызбен қай бағыт бойынша маман болғыңыз келетініңізді нақты білсеңіз, мақсатты аудитория мен нарықтық зерттеуіңізді бастаңыз. Осылайша өзіңіздің клиентіңізге не маңызды екенін, оны таңдау кезінде ол не нәрсеге басымдық береді, ақпаратты қайдан іздейтінін біліп алыңыз. Осыған сүйене отырып, осы шағын сегментте бәсекелестеріңіздің кім екенін көресіз де өзіңіздің бірегейлігіңізді қалыптастыра аласыз. Мысалы, сіз аймағыңызда атпен серуендеу базасын құрып, экотур бизнесмен айналысуды жөн көрдіңіз. Бұл кімдерге қызық болуы мүмкін? Айталық, 25 пен 40 жас аралығындағы қаланың шуынан демалғысы келетін қазақстандықтар мен туристерге. Олар үшін таза ауа, табиғат, жайлы орта маңызды. Тиісінше сіздің бәсекелестеріңіз үлкен қалаларда орналасқан турагенттіктер екенін біле жүріңіз.